Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Сонымен біз бұл жерде қазақ халқының тарихы жайлы, оның ішінде қазақ хандарының атасы Шыңғыс ханның жүріп өткен жолы, ата бабасының шежіресі және тарихы жайлы айтатын боламыз. Сонымен өткен тақырыпта біз Шыңғыс ханның ата бабасының, арғы ата бабаларының шежіресі жайлы айтқан болатынбыз. Ол қазақ, яғни Шыңғыс хан өзінің шежіресін саналып қазақ алаша ханнан, оның ұлдары мұғул хан және татар ханнан бастайтындығын айтқанбыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз ол Шыңғыс хан заманындағы ежелгі қазақтың ру тайпаларының қандай мемлекеттері, хандықтары жайлы айтатын, тарқатып айтатын боламыз. Соныменен 12-13 ғасырларда Шыңғыс хан заманында, яғни Қазақстан территориясында және Қазақстан маңайындағы территорияларды келесідей қазақтың ру тайпалары жайлаған болатын. Ол ең бірінші Шыңғыс ханның өзінің туып өскен ортасы, яғни қара татарлар мемлекеті, немесе кейіннен мұғул татарлар деп аталып кеткен. Яғни Шыңғыс хан осы ортадан туып өскен кәдімгідей. Мұғул татарлардың, яғни қара татарлардың ең алғашқы ханы ол Қайдау, Шыңғыс ханның арғы атасы Қайдау хан болған. Қайдау ханнан кейін Қайдау ханның баласы Дүмбеней хан, ол да Шыңғыс ханның арғы аталары. Одан кейін Дүмбенейдің үлкен ұлы Қабыл хан болды, Шыңғыс ханның атасы. Қабыл ханнан кейін Қабыл ханның туысы Аңбақай хан болды. Аңбақай хан қайтыс болғаннан кейін Шыңғыс ханның ағайыны Құтлұқ хан болды. Құтлұқ хан қайтыс болғаннан кейін қара татарлардың, яғни мұғул татарларының билігіне кризис орнап, тығырыққа тіреліп, өздері талас тартысқа түсіп, 1201 жылы Шыңғыс хан осы қара татарлардың билігіне қайтып келді, билігін өз қолына алды, яғни 1201 жылы. Қара татарлар немесе мұғул татарлар келесі ру тайпалардан тұрды. Ол ноқтаға жалайырлар, қоңыраттар, дулаттың біраз рулары, яғни Қоралас, Жаныс тәрізді рулары болды осы қара татарлар одағының құрамында. Қатаған тайпасы, Қоралас тайпасы, дулаттың құрамындағы бүгінгі Өкіреш Найман осы қара татарлар одағында болды. Саржұғыт Найман, Дүрбен Найман, Орғыттар, Маңғыт тайпасы, Ыссықұт тайпасы дейді. Ыссықұттар бүгінгі Ыссық Байұлы, Айдын тайпасы, адайлар, Тобықты қият дейді. Жұрын қияттар өте көп болған. Бүгінгі 7 рулар Табын, Тама, Жағал Байлы, Рамадан, Кердері, Керейі, Телеу, яғни осы қара татарлар мемлекетінің құрамындағы рулар болған. Келесі Бесқұт тайпасы, Бестаңбалы, Күрлеуіт тайпасы, Күрлеуіттер бүгін Қыпшақтардың құрамында. Кенегес тайпасы, Кенегестер Жалайырдың құрамында, соңғы кіші жүзде бар дейді. Қоңқатана тайпасы, Қоңқатаналарымыз ол бүгінгі Тана Байұлы. Яғни осындай ру тайпалардан тағы да көпте Оймағұт тайпасы дейді. Яғни осындай ру тайпалардан тұрған. Келесі мемлекетіміз татарлар мемлекеті деп аталған. Татар немесе алшын татарлар. Олар алаша татар, бүгінгі алаша Байұлы, Байырқұт татар, Байбақты Байұлы, кіші жүз,
төрт татар дейді. Төрт қара әлімұлы кіші жүз, құйын татар, қарасақалдар кіші жүз, алақа татар дейді. Алтын жаппас, дөйт татар, шөмекейлер кіші жүз әлімұлы, төртуғыл татар дейді. Төртуғылдар бүгін Найманның құрамында. Яғни осындай ру тайпалардан тұрған татарлар мемлекеті. Шыңғысханға қарсылас болған, яғни келесі Найман мемлекеті, Найман хандығы үлкен ірі мемлекет болған. Келесі Керей мемлекеті, Керейдің ханы Тоғырыл негізі Шыңғысханменен одақтас болған. Шыңғысханның әкесі Жасығайменен одақтас болған. Келесі мемлекет Меркіт мемлекеті. Қазір меркіттер Керейдің құрамында. Ол да мемлекет хандық болған. Оңғыт мемлекеті, яғни уақтар. Уақтар 1204 жылы Шыңғысханды қолдаған болатын, Наймандармен болған соғыста. Келесі Үйсін мемлекеті дейді. Үйсіндеріміз, яғни Үйсін одағына, ру тайпалық одағына кіретіндер ол Сіргелі, Шапрашты, Ысты, Қаңлылардың бір бөлігі және Дулаттардың бір бөлігі, және де Суан-құт пенен Алпақұт дейді, яғни Суандар менен Албандар осы Үйсін мемлекетінің құрамында болған рулар. Жалпы бұл жерде Үйсін мемлекеті жайлы айтып кететініміз, тарихи деректерде Үйсін мемлекетін Ұйғыр мемлекеті деп жазады. Яғни бір ұйғарымға келген ру тайпалар, ол бағанағы атап өткен ру тайпалар бір ұйғарымға келіп, оларды бәрі ұйғыр деп атаған. Бүгінгі ұйғырларменен шатастырмау керек ол замандағы ұйғырларды. Бүгінгі ұйғырлар олар тараншы, хотандық, тұрфандық, яғни сөйтіп аталған, қашқарлық деп аталған, ұйғыр деп кейін 20 ғасырларда атаған болатын өздерін. Яғни мысалы ұйғыр жазуы деп жатады, дұрысы Үйсін жазуы деп айтылу керек. Үйсін жазуы. Бірақ та соғыс болды, қырғын топалан болды. Яғни ежелгі қазақ ру тайпалар және кейінгі қазақтың ру тайпалар ол Үйсін жазуын жоғалтып алды. Енді қазір қалпына келтіруге болады Үйсін жазуын, яғни ұйғыр жазуы деп, тарихта ұйғыр жазуы деп аталып кеткен. Шыңғысхан негізі осы Үйсін жазуын қолданған. Шыңғысхандар, Найман мемлекеті, Керей мемлекеті осы Үйсін жазуын қолданған. Келесі мемлекет Арғын мемлекеті. Арғындар қарлық пен басмылдардан тұрады. Келесі мемлекет Қаңлылар, яғни Хорезм шахтың үлкен әскери тірегі болған, яғни Қаңлылардың ханы, яғни Қайыр ханның өзі, мысалға аты әйгілі Қайыр хан осы Қаңлылардан. Келесі сол замандағы мемлекеттер ол Қыпшақ мемлекеті, өте көп болған Қыпшақ мемлекеттері. Сырдария, Амудария бойын жайлайтын қыпшақтар, Еділ, Жайық бойын жайлайтын қыпшақтар, Дон, Құбан өзендерін жайлайтын Құба қыпшақтар дейді, Құбан қыпшақтар. Днепр өзенінің бойын жайлайтын, Үзе өзенінің бойын жайлайтын қыпшақтар, яғни қыпшақтар ол заманда өте көп болған және көп аймақты жайлаған болған қыпшақтар. Яғни осы ру тайпалар өздерін Шыңғысхан тәрізді өздерін санау Қазақ Алашаханнан тарайтындығын, Қазақ Алашаханның екі баласы Моғол менен татардан тарайтындығын өзінің ата-бабаларының шежірелерінде осылай жазған болатын. Яғни осы ру тайпалар 12-13 ғасырларда Қазақстан аумағын және Қазақстанға жақын шекаралас аймақтарды жайлаған болатын. Яғни тағы келесіде бір кішігірім мемлекет болған, ол Ойрат мемлекеті, Ойрат төлеңгіт тайпалары. Негізі Ойрат төлеңгіттер жалайырдан бөлініп шыққан рулар.
Олар Жалайырдың құрамында болған рулар болған, Ойрат пен Төлеңгіттер. Егер бүгінгі олардың ұрпақтары бүгінгі Алтай істейді, алтайлықтар, Ресейдің Кемерово, Барнаул, Алтай аймағында тұрып жатады. Таңбалары кәдімгідей Жалайырдың тарақ таңбасы оларда да. Яғни осындай мемлекеттердің барлығын Шыңғыс хан өзінің, яғни қазақ тілінде, ежелгі қазақ тілінде сөйлейтін менталитеттері бір мемлекеттерді өз бір ұлысқа біріктірген болған. 1224 жылы осы барлық ру тайпаларды, ежелгі қазақтың ру тайпаларын бір ұлысқа біріктірген себепті Шыңғыс ханға Алаштың ханы деп ат берілген, атақ Алаша хан деп. Яғни жерленген кезде де Алаша хан болып жерленген болатын. Соныменен бұл тақырыбымызды әлі де болса біз әлі тарқататын боламыз, айтатын боламыз. Мысалға қара татарлар мемлекетіне тағы да мысалы Шаншығұт руы кірген, ол бүгінгі шанышқылар, тағы да көптеген ру тайпалар. Осылардың бәрін айтатын боламыз, тарқататын боламыз. Келесі кездескенше қош сау болып тұрыңыздар. Біздің арнамызға жазылыңыздар, өз пікірлеріңізді білдіртіп, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар.